Еліміздің білікті математиктері Астанада бас қосты. Ғылыми практикалық семинарға жиналғандар математика және ақпараттық технология саласындағы өзекті мәселелерді талқылады. Қазақ математикасын дамыту үшін жаңа серпіліс керек дегенді тілге тиек етті. Сондай-ақ Навиа-Стокс теңдеуінің шешімдері жайлы ой бөлісіп, есептің күрделі тұстарын түсіндірді. Естеріңізге сала кетейік, профессор Мұхтарбай Өтелбаев жақында әлемдік мыңжылдық проблемаларының қатарына жататын ең күрделі 7 математикалық есептің біреуін шешкен болатын. Ғалымның бұл еңбегіне енді әлемдік сарапшылар баға беретін болады. Біздің бүгінгі осы Мұхтарбай Өтелбаев деген ағамыздың математикалық сондай үлкен шешімі, ол енді шешім бүгінгі әлі дәлелденеді, әлі оның жұмысы өте көп, бірақ ол да үлкен бір серпіліс берді осы математика ғылымының дамуына. Сол енді соны біз барынша қолдау көрсетіп, оған қаржыландыру жасамасақ, ол бізде ертең өшіп қалуы мүмкін.